Бұл оқиға қарама-қарсы егіздердің жұптары туралы айтылады. Суми мен Рина. Суми ұялшақ және өз бөлмесінде жалғыз уақыт өткізгенді ұнатады. Ол сонымен қатар артық салмаққа ие және өз-өзіне сенімді емес. Хобби ретінде ол дива деген атпен тікелей эфирде ән айтады. Жылдар бойы оның көптеген жанкүйлері мен ізбасарлары болды. Бірақ оның бетін ешкім ешқашан көрген емес. Әр жолы ол эфирге шыққанда көрермендері әдемі деп болжайды. Бірақ егер ол өзінің бет бейнесін көрсетсе, оның танымалдылығы тез құлайтынын біледі. Оған қарағанда оның әпкесі Рина жас қыздардың арманында өмір сүреді. Ол танымал, керемет әйелдер тобында өнер көрсетеді және бүкіл әлем бойынша миллиондаған жанкүйлері бар. Рина өзінің сұлулығымен және биімен танымал, десек те ән айтуды білмейді. Дегенмен топтың ең танымал мүшесі және оның тобындағы әртістері оны ұнатпайды, өйткені ол тәкаппар және өрескел қыз. Бір күні олардың менеджері Ринаға танымал әнші Хесокпен бірге коммерциялық бейне түсіруге шақырғанын хабарлайды. Басқа қыздардың көңілі қалды. Себебі Ринадан жақсы ән айтатын еді. Сол күні Ринаның отбасынан сұхбат алды. Ол әпкесі Сумиге сұхбатқа түспеуін өтінді. Репортер әпке қарындастары барма деп сұрағанда, әпкесінің шетелде оқитынын баяндады. Суми оны мінезі үшін ұнатпайтын. Олар егіз болғанына қарамастан, бір-біріне өз өмірлері туралы ештеңе айтпайды және үнемі дауласады. Суми әпкесінен гөрі жек көретіні бұл оның мектебінде сыныптастары оны мазақ етуі. Соған байланысты ол сабақтың біту уақытын әрдайым санап отырады. Бақытсыздығына орай, ол ұнататын Кесок атты жігіт те бұзақылар тобында еді. Бір жыл бұрын Кесоктың туған күні кезінде Суми оған сыйлық жасағысы келген. Дегенмен оны бұзақылар ұстап алып, мазақ еткен болатын. Суми осыдан бері өзін ыңғайсыз сезінеді, бірақ та Кесокқа сезімі өзгерген жоқ. Тура осы уақытта Рина жарнамалық түсірілімге барды. Ол жерде өзі сияқты Хесок атты әртіспен танысты. Ол өзінен бетер тәкаппар және өзі туралы көбірек ойлағанды ұнатады. Ол Ринаға жаман көзқараспен қарады, себебі Ринаның сыртқы келбетімен ғана танымал екенін біледі. Рина өзінің режиссері сұрағандай әрекет етті, бірақ Хесок жарнамаға қатысудан бас тартады және менеджеріне оның денсаулығына байланысты түскісі келмейді деп өтірік айтуды сұрады. Рина оның түспегеніне бола ашуланып жылады. Осы уақытта Суми үйдің ауласында отбасылық итімен бірге ойнады. Ол оған бірер сәт қарамаған еді, иті үйден қашып кетеді. Күні бойы оны іздейді және жер бетінде ес-түссіз қарт әйелді табады. Суми кедей әйелді үйіне апару жауапкершілігін өз мойнына алады. Апа оның мейірімділігіне таң қалады. Қарт әйел оны үйіне кіргізіп, оның өмірін карта арқылы болжап бермекші. Сумиге таро картасын таңдауды сұрағанда, ол ең сирек кездесетін картаны таңдады. Сумиге күмәнмен қараса да, әйелдің айтуы бойынша, ол оның тілегін орындауы керек. Ол әпкесімен өмір алмасу туралы ойлайды. Бірақ содан кейін ол өзінің пікірін өзгертеді және оған ешқашан семірмейтін мүмкіндік беруді сұрайды. Әйел оны шығарып салал алдында тұмар берді. Үйіне итімен қайтар алдында есінен танып қалды. Тура сол уақытта Рина да бей алдында есінен танып қалды. Әпкелер оянғанда, олар төсекте және ауруханада жатыр екен. Анасы оларды әртүрлі есімдермен атайды. Бір-біріне қарап, шошып, денелерін қандай да бір жолмен өзгеріп кеткенін байқайды. Олар бірден көшеге шығып, өздерін таспен ұрады. Бірақ бұл ақмақтық идея жұмыс істемейді. Басқа жоспарлар туралы ойлап жатқанда, Сумидің көзі таролог берген тұмарға қарайды. Балшыға келсе, үйінде жоқ екенін және бір айдан кейін оралатынын біледі. Бұл жаңалық екі апалы сіңлілер үшін де жаман. Олар келесі айға дейін жек көретін адамдардың өміріне бейімделуі керек. Әпкелер бір-біріне не істеуге болатындығы және не істеуге болмайтындығы туралы ұзақ айтты. Күнделікті өмірде Сумиге бәріне дөрекі болуды сұрайды. Ас тамақтану және жаттығуларды ұмытпау керек. Ол би билеуді үйреніп алды, ал Ринаға тек үндемей жүрсе болды. Келесі күні олар бір-бірінің киімдерін киіп, телефондарын ауыстырады.
және жаңа күнге дайындалады. Рина мектепке барады. Ол ешқашан жемейтін тағамдар қорабын жейді. Бұрынғы денесі кезінде ондай тағамдар жемейтін еді және бұл айды демалыс деп санайды. Бірақ оны бұзақылар тоқтатты. Кесок қорапты алып, оны ұнатқаны үшін мазақ етеді. Рина оларға бәріне сабақ бергісі келеді. Бірақ ол ешқашан мұндай нәрсені жасамайтынын және үндемейтінін есіне алады. Сонымен қатар, Суми камбэк шоуының соңғы репетициясына барады. Топта ең танымал бола отырып, оған ең әдемі киім беріп, оны бірінші орынға қояды. Бірақ өнер көрсету уақыты келгенде, ол уайымдап, биді бұзады. Хесок спектакльді бақылап, оның салақтылығына күледі. Жаттығулардан кейін, олар жанды дауыста өнер көрсетуі керек. Оның уайымы басым болады және ваннада жылайды. Ол тұмарды ұстап, соңғы спектакльде барлық 100%-ға енгісі келгенін айтады. Ол ақыры өнер көрсетуі керек болған кезде бір қадамды да ұмытпайды. Алайда, басты вокалист, оның қарсыласы, мәтінді тікелей эфирдің ортасында ұмытып кетеді. Оған көмектесу үшін оның орнына ән айтады. Ол шынымен жақсы ән айтып жатқанын естігенде, тіпті Хесоктың өзі де таң қалады. Шоудан кейін ол кездейсоқ оның құшағына түседі. Ринадан айырмашылығы, Суми оның сымбаттылығына қайран қалды. Әнді орындау кезінде де Суми оған ғашық болып қарады. Кешке таман Рина ашуланады, себебі Суми жақсы ән айтты. Өйткені өз денесіне оралған кезде де адамдар одан жақсы ән күтеді. Осылайша нашар ән айтуға уәде береді. Бірақ содан кейін Хесок онымен дуэт жазуды сұрайды. Рина Хесоктың өзімшіл болғанын есіне алады. Келесі күні Рина Сумидің күнделігін тауып, оны оқиды. Көп ұзамай күн сайын оның әпкесі бұзақылардың мазақтауынан өтетінін көреді. Келесі жолы олармен кездескенде, ол міндетті түрде қыздардың бірінің макияжын қорлайды. Қыз оны ұрмақшы болғанда, қолын ұстап қысады. Бұған бәрі таң қалды. Кесок ортаға шығып, мазақтағанда, ұсқынсыз екенін бетіне айтып, орнына қойып тастады. Осы кезде Хесок Ринаға төбеге көтерілуді сұрайды. Ол одан болған сәттері үшін кешірім сұрады және қандай әнді дуэтпен орындау керек екенін талқылайды. Екеуінің ойы бір жерден шықты. Студияға барып, керемет ән жазып шығарады. Дайын музыка нәтижесін тыңдап, сүйіседі. Екі апалы сіңілілер де өз күндерін талқылау үшін отырады. Екеуде бір-бірін мақұлдамайтын нәрселер болғандықтан, олар бір-біріне өтірік айтады. Рина денелерін ауыстыру үшін тағы 15 күн бар екеніне ренжіді. Бірақ Суми Хесокқа ғашық бола бастады және ұйықтар алдында өзгергісі келмейтінін, балшының үйіне оралмауын тіледі. Келесі күні ол Хесокпен кез келген ыңғайлы жағдайда кездесе алды. Осылайша олар бірге уақыт өткізді. Ал Рина журналды оқуды жалғастырады. Сумидің естеліктері музыкалық шоуда бірнеше тыңдаулардан өткенін көрсетеді. Оның таланты танылды, тек оның түрін көрмеген кезде ғана. Көптеген режиссерлер оны тікелей шақырды және оның сыртқы келбетіне байланысты оның таланты қабылдамады. Бұл Ринаны әлемнің түрі онша емес адамдар үшін қаншалықты әділетсіз екенін білгенде ашуландырды. Әдетте Сумиді мазақ ететін сыныптастары оның әнін үзіліс кезінде билейді. Рина оларға қарап күледі. Олар оны солай билеуге шақырады. Ол бәрін таң қалдырады, өйткені ең жақсы өнер көрсетті. Кесок биден кейін оған басқаша қарай бастайды. Келесі күні Суми Хесоктың компьютерін қолданғанда, ол оның әнін тікелей эфирде көргенін біледі. Бұл оған қалыпты денесіне оралғанда да оның ұнататынына үміт берді. Сол сәтте Рина компьютерде Сумидің тікелей эфир арнасын табады және кездейсоқ веб-камераға қосып жібереді. Оның сыртқы келбетіне мазақ ететін бірнеше пікірлер пайда болды және ол түнде көптеген жазылушыларын жоғалтты. Суми ұйықтар алдында жылап, барлық тікелей эфирді ұмытып қалғанын тілейді. Келесі күні таңертең тікелей эфир жоғалып кетті және ешкім де білмейді. Тіпті Рина да есіне алмады. Суми тұмардың ерекше екенін түсінеді. Ол әлі күнге дейін оның барлық тілектерін орындады. Күні бойы ол тұмардың күшін тексереді және тілек әрдайым орындалады. Бірақ ол сондай-ақ тілегі орындалғанда оның өміріндегі біреу зардап шегетінін біледі. Мысалы, өз таңдауы бойынша тамақ сұраған кезде
Хесоктың жаңа әні плагиат деп айыпталады. Келесі күні Суми Хесоктың жағдайын білуге келеді және олар өздерінің әндерін жазып бітіреді. Келесі көріністе Рина толқып тұр. 30 күн ақыры аяқталды. Әпкелер тарологтың үйіне барады, бірақ ол әлі күнге дейін оралмағанын көреді. Өйткені ол бір кездері ойламастан балшының келмеуін қалап еді. Ол балшының келуін тілегенде бұқаралық ақпараттар құралдарында Хесок пен Ринаның махаббаты туралы қауесеттер шыға бастады. Бұл әпкесінің ашуына тиіп, олардың тұрақтың ортасында төбелесуіне алып келді. Хесок оларды тоқтатпақшы болып, Ринаны итеріп жібереді. Келесі күні Суми тарологқа қайта барғанда, қызынан оның аурудың салдарынан қайтыс болғанын біледі. Қыз сонымен қатар, бәрін өзгерту үшін тұмарды шын жүректен ұстап тұрып, бәрін қайта оралуын тілеу керек. Суми қалай оралуын білгенде, әпкесіне айтқысы келмеді, ал әпкесі болса, өзінің денесінде болғанда, Хесок оны ұнатпағанын айтты. Және өз денесіне барғанда, ол онымен жүрмейтін ескертті. Енді әпкелер тұмарды ұстап, қайта оралуын тіледі. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Ертесі күні екеуі бір-бірін көшеде көріп қалды. Сол кезде Ринаны көлік қағып кетуге сәл қалғанда, Суми оларды құтқарып қалады. Екеуі ауруханаға тап болады және өз денелеріне оралған. Балшы врач болып келіп, оларға үлкен әпкесі, кіші әпкесін құтқарғандықтан аман қалғанын айтады. Бірнеше күннен кейін Рина Хесокпен айырылысты, ал мектепте Хесок өз сезімін Сумиге айтқанда, Суми онымен қосылғысы келмейтінін, Хесокты ұнататынын ескертті, ал Хесок енді бірге ән айтатын адам іздемекші. Осылайша конкурс ұйымдастырады. Бұл конкурсқа Суми де бармақшы. Оның себебі Хесокты тағы да бір рет көргісі келеді. Суми ортаға шықты. Ол Хесок екеуі айтқан әнді орындады. Бәрі таң қалды. Соңғы сәтте Хесок пен Суми ән жазып жатқанын көреміз. Осымен тәмәм.